Здравствуйте, я Суминов Александр. Сәлеметсіз бе? Мен Суминов Александр. Өндірісте тәжірибесі жеткілікті мал дәрігермін. Сіздерді ел байлығы атты курсына қош келгендеріңізге қуаныштымын. Бүгін біз ветеринарлық қауіпсіздік және оның қамтамасыз ету шаралары туралы сөйлесетін боламыз. Алдын алу аурудың болдырмауын 99%-на дейін қамтамасыз ете алады. Сайып келгенде алдын алу шаралары ауру жануарды емдеу салдарына қарағанда әрқашан арзанырақ. Аурулар әрдайым шығындармен және өнімділіктің төмендеуімен бірге жүреді. Бұл әрине шаруашылықтың экономикалық тиімділігіне әсер етеді. Етті мал шаруашылығының маңызды мәселесінің бірі кератоконъюнктивитпен ауруы. Бұл көз аурулары. Көбінесе кератоконъюнктивит мамырдан тамызға дейін жайылымдық кезеңде таралады. Кератоконъюнктивиттің проблемасы бұл ауру полиэтиологиялық. Оны жұқпалы сипаттағы агенттерде тудыруы мүмкін. Мысалы, вирустық іш өту, инфекциялық ринотрахеид, сонымен қатар пастереллез, хламидиоз, маракселла бойс, маракселла баликоли және тағы басқалары. Сондай-ақ себептердің бірі паразиттік құраушысы болуы мүмкін. Мысалы, телезиоз ауруы сияқты. Онда ересек дарақтар көз жас қапшықтары мен көз жас жолдарына бекітіліп, дернәсілдерді бөледі. Бұл өз кезегінде көздің шырықты қабығын тітіркендіреді. Жұқтырған жануарда көз жасы бөлінеді. Сонымен қатар жұқпалы агенттермен, соның ішінде факультативті жұқпалы агенттермен тұқымдану болуы мүмкін. Нәтижесінде панофтальмит және көбінесе бір немесе екі көздің соқырлығы туындауы мүмкін. Сондай-ақ кератоконъюнктивиттің дамуына ықпал ететін факторлар күн сәулесінің шамадан тыс немесе жоғарылауы болып табылады. Құрғақ маусымда шаң, ұсақталған өсімдіктердің қалдықтары көздің шырықты қабығына түсіп, механикалық кератоконъюнктивит тудыруы мүмкін. Олар кейіннен асқынуы да мүмкін. Жұқпалы агенттердің тасымалдаушылары шыбындар сияқты екі қанатты жәндіктер. Олар ауру жануарлардың ауру агенттерін аяқтарымен біз тұмсықтары арқылы сау жануарларға тасымалдай алады. Телезиоздың даму кезеңінде шыбындар маңызды рөл атқарады. Олар телезия дернәсілін жұтады. Содан кейін шыбындардың ішінде дернәсілдің екі рет қабығын тастау өтеді. Содан кейін бұл шыбындар дернәсілдерді сау жануарлардың көзінің шырықты қабығына тасымалдайды. Оларды жұқтырып ауру тудырады. Шыбындар инвазивті және жұқпалы агенттерді тасымалдай алады. Олар негізінен кератоконъюнктивит пен этиологияға байланысты әртүрлі аурулардың тасымалдаушысы болып табылады. Кератоконъюнктивит көбінесе телезиоз личинкалары бар паразиттік компонентіне жұқпалы агенттерді қоса аралас түрінде жүреді. Сондықтан параксилозға қарсы вакцинация сияқты жеке шараларды орындау толық нәтиже бермейді. Өйткені біз телезиоздың алдын алуы мен емдеуін қамтымаймыз. Телезиозбен күресу үшін профилактикалық және емдік әдістерді қамтитын шаралар кешені қажет. Ол үшін көктемде шыбындардың ұшу кезеңінен бастап әртүрлі аймақтарда мамырдың ортасынан аяғына сай. Осы кезеңде алдын алу кейде телезиозға қарсы емдеу жүргізіледі. Бұл барлық жануарларға, соның ішінде қазіргі және алдыңғы жылдардағы ересек мал мен жас жануарларға қатысты. Осы кезеңде кем дегенде 28 күнге созылатын ұзақ әсері бар дәрі-дәрмектерді қолдану арқылы паразиттерге қарсы өңдеу жүргізіледі. Дикламакс, мердок және басқалар сияқты дәрі-дәрмектермен жануарларды өңдеу жүргізіледі. 28 күн ішінде бұл препараттар реинвазия деп аталатын қайталанатын инфекциядан қорғайды.
течение 28 дней данный жұқтырған шыбындар шамамен 20 күн бойы жұқпалы болып қалады. Сондықтан емдеу алдында жұқтырған жұқпалы шыбындардың өлуі үшін жануарларды қорғау кезеңі 20 күннен артық болуы керек. Бұл жануарларды жұқпалы компоненттен тазартуға әбден мүмкіндік береді. Жұқпалы инвазиялық агенттердің басқа табындардан ықтималды енуіне жол бермеу үшін малды үнемі инсектицидтік өңдеуден өткізу қажет. Өңдеу жиілігі таңдалған дәрі-дәрмекке байланысты және 20 күнде бір рет, айына бір рет, немесе 40 күнде бір рет болуы мүмкін. Бұл табынды өз кезегінде инфекция немесе инвазия көзі болуы мүмкін. Шыбындардың шабуылынан қорғауға мүмкіндік береді. Бұл жағдайда шыбындардың шабуылына жол бермейтін инсектицидтердің респеллентті үркіткіштік әсеріне қол жеткізіледі. Сонымен қатар кератоконъюнктивиттің алдын алуынан басқа, мұндай өңдеу жануарлардың өнімділігін арттыруға көмектеседі. Өйткені олар өз кезегінде оларды мазалайтын шыбындардан қорғалған. Осылайша жануарлар тыныш жайылып, оңтайлы тәртіпте демалады, және олардың өнімділігі артады. Инсектоакарицидті өңдеу сонымен қатар сиырларда паразиттік аурулармен күресу әдісі болып табылады. Өйткені кенелер осы аурулардың тасымалдаушысы болып табылады. Сондай-ақ уақытылы жүйелі паразиттікке қарсы өңдеу тері астындағы оқалақтың алдын алу әдісі болып табылады. Яғни гиподерматоздың алдын алуы. Тері асты оқалақ шыбыны ересек тері асты оқалағы жұмыртқаларын тері астына салады. Туылғаннан кейін құрттар теріні тесіп, жұлынның эпидуральды кеңістігін енеді. Осы аймақта қыстап шыққаннан кейін көктемде құрттар тері астындағы өзеккенеді. Онда олар өздерінің сөлдерімен теріні бұзып, демала бастайды. Болашақта құрттар пайда болған тесіктер арқылы топыраққа түседі. Онда олар қуыршақтанып, жыныстық жетілген ересектерге айналады. Олар жаппай ұшуымен жазда жануарларды қатты мазалайды. Жануарлар жайылмайды, көп жүгіреді, және осы кезеңде малдың өнімділігі қатты төмендейді. Сонымен қатар, оның қосымша зақымы гиподерматозбен зақымданған тері өз кезегінде тері өңдеу шикізаты ретінде құндылығын жоғалтады. Ол кейіннен келе жойылады және кәдеге жаратылады. Бірақ сонымен бірге, ветеринарлық профилактикаға қарамастан терапевтік аурулар әлі де кездеседі. Негізгі жиі кездесетін аурулар бұл асқазан ішек жолдарының аурулары. Олар көбінесе іш өтумен айқындалады. Немесе бұл тыныс алу жүйесінің ауруы. Бұл плеврит, бронхит, бронхопневмония және тағы басқалары болуы мүмкін. Дәл осы жүйелер сыртқы ортамен тікелей байланысады. Тыныс алатын ауада көптеген патогендер бар, және олар біз алдын алу шараларын жүргізген жұқпалы ауру емес. Бұл патогендер аурудың қоздырғышы болуы мүмкін. Бұл стафилококктардың барлық түрлері және тағы басқалары. Олар белгілі бір уақытта ауру тудыруы мүмкін. Асқазан ішек жолдары ағзаның ішінде болғанына қарамастан сыртқы ортамен байланыс етеді. Ішкен сүтпен әрекеттесу арқылы бұзау патогендердің әсеріне тиюі мүмкін. Өйткені ол қол жеткізе алатын желін толығымен зарарсыздандырылған бола алмайды. Сонымен қатар, патогендер желінген жемшөп арқылы асқазан ішек жолына ене алады. Сол жемшөптер де зарарсыздандырылмаған. Белгілі бір жағдайларда бұл микрофлоралар ауру тудыруы мүмкін. Ең алдымен бұл аурулардың алдын алуы үшін немесе егер емдеу керек болса, біз оның себебін жоюымыз керек. Яғни асқазан ішек жолдарының ауруы кезінде іш өту көбінесе гигиеналық жағдайларға, зоогигиеналық қолайсыз жағдайларға, мысалы лас қоқыс, сиырдың лас желіні тамақтандырғыш, су және тағы басқалары байланысты.
Сондықтан емдеу кезінде ең алдымен себебін жою керек екенін түсіну керек. Кез келген ветеринарлық дәрі-дәрмектерді салу пайдасыз. Өйткені егер біз нақты себебін жоймасақ, олар қысқа мерзімді әсер береді. Тыныс алу жүйесінің аурулары гигиеналық жағдайлардың қолайсыздығына байланысты да пайда болуы мүмкін. Егер мал азнақ, ылғалды, газдалған, жоғары ылғалдылық бар бөлмеде ұсталса, мұның бәрі тыныс алу мүшелерінің шырышты қабығын тітіркендіреді. Және олар патогендік микрофлораға осал болады. Бұл өз кезегінде тыныс алатын ауамен де келіп, кейіннен ауру тудыруы мүмкін. Міне біз қазір барлық патогендермен, шартты патогендермен қалағаныңызша тыныс алып отырмыз. Бірақ егер біздің ағзамыз негізінен қалыпты болса, біздің шырышты қабығымыз тітіркенбеген болса, мұрынның шырышты қабығы көмейдің, трахеяның, бронхтардың және альвеолалардың шырышты қабығы, әр ағзада шырышты қабық бар. Кейбір ағзаларда патогендерді ұстап, оларды инактивациялайтын кірпікшелі эпителий бар. Егер қолайсыз ұстау жағдайлардың салдарынан бәрі бұзылса, оның ішінде бұл қорғаныс кедергілері өз функцияларын орындай алмайды. Сәйкесінше, бронхиттен бастап аурулар пайда болады. Пневмония – бұл өкпенің қабынуы және тағы басқалары. Асқазан ішек жолымен де сондай. Әдетте, патогендердің енуінен қорғайтын шырышты қабық бар. Бірақ сапасыз жемді жеген жағдайда қабыну пайда болады. Эпителий кейбір жерде өледі, бір жерде жарақат алады, өз функцияларын орындамайды. Бұл жерде гастрит, энтерит, гастроэнтерит туындайды. Алдын алу шараларын уақытылы жүргізу, сондай-ақ жануарларды азықтандыру және ұстау шарттарын сақтау кезінде кез келген ауыр немесе жаппай аурулардың пайда болуын тоқтатуға болады. Бірақ кейбір салдарлардан туындауы мүмкін, кейбір аспектілер бар. Атап айтқанда жарақат. Ірі қара малды ұстау жарақаттануды тудырады. Бұл мүйізден болатын жарақаттар. Ол көбінесе ересек жануарларда, оларды ірі топтарда ұстағанда, жануарлар бір үстелде жемделген кезде немесе бір астаумен суарылған кезінде байқалады. Сонымен, жануарлар жақсы жағдайлармен жемге қол жеткізу үшін күресіп, мүйіздерімен көбінесе аш бүйір аймағын жарақаттайды. Көбінесе тіпті құрсақ қабырғасының жыртылуына байланысты грыжа пайда болуы мүмкін. Олар ішкі қан кетулерінің салдарынан перитонитке айналуы да мүмкін. Жануарлар өте жиі ауырады, кейбіреулері өліп жатады. Мәжбүрлі сою кезінде тұтас етінің бір бөлігі кәдеге жаратылуы мүмкін. Мұндай жарақаттарды болдырмау үшін мүйізденсіздендіру жұмыстары жүргізіледі. Мүйізденсіздіруді ересек жануарларда да, жас жануарларда да өткізуге болады. Ересек жануарларда бұл көбінесе күрделі ауыртатын операция. Сондықтан жарақаттанудың алдын алу жұмыстарын жануарлардың жас кезінде жүргізген жақсы. Бұл жағдайда әртүрлі әдістер мен тәсілдер қолданылады. Каутерлер, термокаутер, механикалық каутерлер қолданылады. Жас жануарларды мүйізденсіздіру үшін пасталарда қолданылады. Әсіресе, бұқашықтарды өсірудегі тағы бір мәселе бұл орау деп аталады. Бұл кезде бұқашық көбінесе шамамен бір жаста және одан үлкен. Жыныстық белсенділіктің жоғарылауын көрсете отырып, көбінесе көктем айларында бір-біріне секіріп жарақаттайды. Жарақаттар жай ісіктер, жауырлар түрінде де және тік ішектің тесілуіне дейін болуы мүмкін. Бұл енді өте ауыр жарақат. Көбінесе өліммен немесе бұқаларды жою, немесе мәжбүрлеп союмен аяқталады. Әсіресе ірі топтық бұқашықтар ұстайтын жерлерде мұндай зардаптардың болмауы үшін кейде бұқашықтарды пішу ұсынылады. Пішуді қансыз немесе қанды әдісімен жүргізуге болады. Қанды әдіс өз кезегінде жабық және ашық болып бөлінеді.
Қансыз әдістер Бурдицо қысқыштарының көмегімен, бұзау қысқыштарының көмегімен жүзеге асырылады. Ақырғы кезеңдерде вакуумды резеңкеден жасалған серпімді сақиналарды салу арқылы пішудің әдісі таралды. Бұл өз кезегінде қан тамырларын қысып, уақыт өте келе қабылдайтын аталық бездердің қоректенуін тоқтатады. Осылайша, пішу арқылы бұқашықтардың жыныстық белсенділігінің төмендеуіне қол жеткізіледі. Және осы сәтті біз былайша айтқанда шешеміз. Аурулардың алдын алуы бойынша табысты жұмыс істеу үшін барлық ветеринарлық шараларды уақытылы орындау қажет. Бұл үшін алдын алу шараларының жоспарын жасау қажет. Бұл өз кезегінде аймақты, сәйкесінше белгілі бір аймақта белгілі бір аурулардың таралуын ескере отырып, кейбір факторларға байланысты құрастырылады. Мысалы, оңтүстік аймақта қан, паразиттік аурулар, сондай-ақ малдың тұқымдық құрамы мен шығу тарихын, яғни малдың қай аймақтардан екенін, мүмкін импортталған мал екенін ескеру қажет. Сәйкесінше жануарлардың осы тобына қандай патологиялар тән екенін ескеру қажет. Сонымен қатар ең жиі кездесетін ауруларды, мысалы, кератоконъюнктивит пен нодулярлы дерматитті және басқа инфекцияларды ескеру қажет. Ветеринарлық іс-шараларды уақытылы жүргізуге қарамастан, кейде кейбір аурулар пайда болады. Біз бүгін айтқанымыздай, ең жиі кездесетіні бұл асқазан ішек жолдарының ауруы, көбінесе іш өту түрінде көрінеді, және тыныс алу жүйесінің аурулары. Сондай-ақ зат алмасуының бұзылу аурулары және басқа да патологиялар пайда болуы мүмкін. Мұндай аурулардың патологиясын емдеу үшін әрине белгілі бір дәрі-дәрмектер жиынтығы болғаны жөн. Ең алдымен бұл көбінесе бактерияға қарсы дәрілер, витаминді минералды кешендер, аналық бездердің дисфункциясын және басқа патологияларды емдеуге арналған гормональды дәрі-дәрмектер. Бұл сынықтар сияқты жарақаттық элементтерді емдеуге арналған дәрі-дәрмектер мен материалдар және тағы басқалары. Толығырақ және осындай препараттар мен құралдардың шамамен жиынтығын бейнеден көре аласыз. Мал шаруашылығы кәсіпорындарында жұқпалы және жұқпалы емес этиологияның кейбір ауруларын емдеу және алдын алу дәрі-дәрмектері пайдаланылады. Әрбір дәрі немесе биодәрмек белгілі бір сақтау шарттарын қажет етеді. Ең алдымен бұл температура көрсеткіштері кейбір дәрі-дәрмектерді +5, +25 градус Цельсияда сақтауға рұқсат етіледі. Дәрі-дәрмектердің бір бөлігі көбінесе биологиялық заттар, вакциналар мен сарысулар төмен температурада сақталуы керек. Көбінесе +2, +8. Бұл жағдайда тоңазытқышты пайдалану керек. Бұл жағдайда бізде белгіленген температураны автоматты түрде сақтайтын өнеркәсіптік тоңазытқыштар бар. Мұндай тоңазытқыш болмаған жағдайда қарапайым тұрмыстық тоңазытқышты пайдалануға жол беріледі. Бірақ температураны бақылау үшін температура режимін ескеру және білу қажет. Сондықтан өнеркәсіптік типтегі автоматты тоңазытқышта да бізде қосымша термометр бар. Бұл жағдайда спирттік. Бұл бәрін соның ішінде автоматиканың дұрыстығын бақылау үшін. Шаруашылықта мезгіл-мезгілімен пайда болатын терапевтік сипаттағы ауруларды емдеу үшін дәрі-дәрмектердің минималды жиынтығы болуы керек. Мысалы, бактерияға қарсы бұл тетрацилин қатарындағы дәрі-дәрмектер болуы мүмкін. Ол азитромицин болуы мүмкін және тағы басқалары. Ауырғанды басатын және дене қызуын төмендететін дәрі-дәрмектер қажет. Бұл жағдайда кетопробак, мүмкін венталин. Көк тамырға салынатын сұйықтық емдеуге арналған ерітінділердің болғаны жақсы. Кальций глюконаты, глюкоза ерітіндісі, кальций хлорид ерітіндісі. Егер қандайда бір жарақат пайда болса, сынықтар кезінде, кейде жаңа туған бұзауға босану кезінде гипс,
қан кетуді тоқтату үшін судегі асқын тотығы мен дезинфекциялаушы заттар, йод ерітіндісі, аэрозольді антисептиктер, жұқтырған жараларды емдеуге арналған майлар болуы керек. Атония мен тимпанияны емдеу үшін сүт қышқылы, чемерице тұңбасы, атимпанол сияқты дәрі-дәрмектер жиынтығы болу керек. Кез келген ауруларды емдеуде дюфалайт, витамин плюс минерал немесе олардың аналогтары сияқты витаминді минералды кешенді қолданған дұрыс. Аналық бездің дисфункциясы сияқты гинекологиялық ауруларды емдеу үшін немесе күйлеуді үйлестіру үшін эстрофантин, эстрофан және олардың аналогтары сияқты дәрі-дәрмектерді қолданады. Сондай-ақ әсіресе жаппай төлдеу алдында жатыр ішілік құралдар немесе кез келген дәріханада әрине новокаин болу керек. Өйткені бұл ұнтақты антибиотиктерге арналған еріткіш және новокаин блокадасы түрінде. Босану құралдарынан фитотомалардан бастап қарапайым операцияларды орындауға дейінгі құралдар жиынтығының болғаны да жақсы әрине. Жануарлар ауруларын алдын алу және емдеу бойынша кешенді шараларды орындау сіздің бизнесіңізді қауіпсіз және тиімді етеді. Егер сіз барлық алдын алу шараларын уақытылы және дұрыс жүргізсеңіз, бұл ең алдымен сіздің жануарларыңыздың денсаулығына, олардың өнімділігін арттыруға, сіздің және сіздің өніміңізді тұтынушының қауіпсіздігіне септігін тигізеді. Және сіздің кәсіпорныңыздың табысты болуына ықпал ететін болады.